Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз сіздермен Қазақстан азаматтары ала алатын 10 сотық жер телімі туралы айтатын боламыз. Ролик көрермендердің сұранысы бойынша дайындалды. Менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз. Осы жылдың сәуір айының басында әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 10 сотық жер телімін алу туралы хабар тарады. Енді азаматтарымыз әкімдікке бармай-ақ e-gov электронды үкімет порталы арқылы жеке тұрғын үйі құрылысы үшін жер телімін алуға кезекке тұра алады. Кезекке тұру үшін e-gov электронды үкімет порталына жылжымайтын мүлік жер қатынастары бөліміне кіріп, жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскесін алу немесе жер учаскесін алу үшін қарау немесе кезекке қою қызметін таңдау керек. Нәтижесінде азаматқа кезекке қою немесе бас тарту туралы куәлік беріледі. Бірақ жер телімін алу үшін міндетті талап оны игеру керек. Сондықтан бастапқыда жер жалға беріледі. Оның барысында сол жерге бір нәрсе салыну керек. Және тағы бір міндетті шарт, ауылдық елді мекендер аумағында бос жер болу керек. Мұның бәрі қалай болады? Оны уақыт көрсетеді. 10 сотық жер телімін беру идеясы ел азаматтарына пайдалы болады деп үміттенеміз. Әзірге менде осы. Егер сұрақтарыңыз болса, түсініктемелерде жазыңыз. Жауап беруге тырысамын. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Лайк басыңыз және менің YouTube каналыма жазылыңыз.